Өзбекстан сенсация жасай ала ма? Енді шанс өте аз. Талғат Маруалына кедергі келтіргендер көп. Бір күнде қабылданып кеткен шешім екенін деп. Соңғы турларда фавориттерін жиі ұтылып жатқанын қалай түсіндіресіз? Бөлек деңгейдегі командалар жоқ. Англия шынымен де өзі фаворит деген атағын сақтап қала ма финалға дейін? Кемінде жартылай финал деп отыр. Ақтөбенің ойыны кішкене жөнге келе бастаған сияқты ма? Баяғы Нани емес, мойындау керек. Сәлем достар, өздеріңіз білесіздер, әлем чемпионатының екінші туры аяқталуға жақын. Осы орайда біз отандық футболдағы мәселелерді, әлем чемпионатындағы соңғы жаңалықтарды талқылау үшін студиямызға спорт комментаторы Дидар Есемовті шақырдық. Дидар, қош келдіңіз. Шақырғандарыңызға рахмет. Қуаныштымыз көргенімізге. Бірақ алдымен сұхбатымызды, жалпы подкастымызды өзіміздің еліміздегі соңғы болып жатқан оқиғалармен бастасақ. Ал ол Талғат Байсуфиновтың бас бапкерліктен кетуі. Бүгін ресми хабарлама шықты. Талғат ағаны енді айтып жатыр, өз еркімен кету туралы өтініш жазды. Федерация енді өкінішпен ол шешімді қабылдауға мәжбүр болды деп. Бірақ бұл мәселе көптен бері айтылып жүр. Соған қарағанда бір астарында бір белгілі бір дүниелер бар сияқты. Қалай ойлайсыз, не үшін кетті ол кісі? Негізі, бірнеше енді қау өсектер жүр ғой айналада. Неге сондай шешім қабылдаған, бірақ оған тікелей жауабын тек қана Талғат Маруал өзі беретін шығар. Жақын арада мүмкін пресс-конференциясы бола ма, болмаса бір жалпы өзі бір сұхбат бере ма, сондай бір нәрседе айтатын шығар, не үшін сондай шешім қабылдағанын. Нәтиже бойынша әрине оған қатты бір қысымда болған жоқ. Көбінесе қолдау көрсетіп жүрген сияқты, енді жанкүйерлер, басқа эксперттер де, мамандар да осы қазақ бапкері болса, сол Талғат Байсуфинов болсын дегендей пікірлер білдіріп жатыр. Бірақ өз еркімен сондай кеттім деген шешім қабылдапты. Неше түрлі теория строить етсе болады. Сол жаңағы жалақысы туралы слифтар болып жатыр, соған да бір қатысты нәрсе дейді. Кейбіреулер басқа сол бір ішкі федерациядағы мәселелерге деген қатысты деген пікір білдіріп жатыр. Менде негізі бір айтатын инсайдым жоқ ол жағынан. Сондықтан, бірақ мен білетін ақпарат бойынша негізі бұл шешім сол бір күнде қабылданып кеткен шешім екен деген ақпарат естідім мен. Сол күні кеше как положено жұмыс істеп жүрген, бірақ сосын бір мәселелер пайда болып, сондай шешімге келді деген. Ұлттық құраманың бас бапкері, енді бас бапкер деп айтып тұр ғой, не дегенімен келіп кете беретін жер емес қой, былай бір күнде шешім қабылдаса, былайша айтқанда логикалық тұрғыдан қарайтын. Енді оған өз жауапкершілігін алып отыр ғой, бұған сол жаңағы федерация алдында да жауапкершілік алып отыр, жанкүйерлердің алдында сондай шешімге келсе, енді өзі жауапты болады. Ары қарай қазір басты мәселе орнына кім келеді деген мәселе ең қызық деп ойлап отырмын. Сол қандай шешім қабылдайды екен, осы жергілікті маман бола ма, әлде мүмкін сол шетелден, батыс Еуропадан қарастыра ма, өйткені біз білеміз, соңғы кездері көптеген өзгерістер болып жатыр федерацияда. Сол жаңа генеральный секретарь өзгерді, сол шетелдік маманды шақырды. Мүмкін сол өзі бір жаңағыдай варианттар ұсынады ма, мүмкін бір жүйелі түрде бір маманды шақырып, бір мынандай философияға өтеміз, осындай футбол ойнаймыз деген бір ұстаным қолданады ма, оның бәрі сол федерация атқарылатын жұмыс. Жалпы енді бірақ соңғы кездерде, кейінгі кездерде мен көп еститін Талғат Маруалына жұмыс істеуге кедергі келтіргендер көп деген пікірді. Кедергі келтірсе, не үшін кедергі келтіру мүмкін, егер ол айтылып жатқан сыбыстар шындыққа жанасымды болса? Сол федерацияның ішінде дейсіз ба? Маған білмеймін, айту қиын, мен енді ол іште болмағандықтан ондай ақпаратты білмеймін, бірақ соңғы кездері андай әңгімелер болып кетті ғой, соңғы мынау жолдастық кездесулерде де, мысалы, жаңағы ақша жағынан қысылу болды, мысалы, ұлттық құрама чартермен ұшқан жоқ, бірдей сол пересадкамен ұшып жүрді, сондай нәрселер. Мүмкін ол да бір ішкі атмосфераға әсер ететін шығар, мүмкін қойылған талаптарына, жаңағы условияларына сол келісім болмаған шығар деген. Дидар, жалпы біздің футболда бапкердің еркін жұмыс істеуіне не кедергі деп ойлайсыз?
бапкердің біздің футбол ол жағынан басқа елдің футболынан еш айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Әр бапкер бұл енді бас бапкер болғандықтан оған жауапкершілігі өте зор да, өйткені содан бәрі сұрайды. Нәтиже болсын, басқа да нәрсе, сол имидж жағынан сол команданың кәдімгідей келбеті болып тұрады да. Сондықтан бас бапкерлер жауапкершілік алғаннан кейін олар талап қояды. Олардың басты талаптары сол шешімдердің бәрін мен қабылдау керекпін деген нәрселер. Ол сол кез келген сол Манчестер Юнайтед болсын, немесе Жетісу болсын, сол кез келген бапкер өзі сондай талаптар қояды, және сол талаптарға жаңағы енді сол жердегі руководительдер соған не істемесе, жұмыс атқармаса, онда сондай ішкі проблемалар болады бапкерлерде. Сол ғана. Жалпы бізге дәл қазір шетелдік маман қаншалықты керек? Ішкі өзіміздің бапкерлерді тарту дұрыс болатын сияқты ма әлде? Мен оған өте қиын сұрақ, өйткені енді шетелдік маман дейміз, шетелдік мамандарда неше түрлі болады ғой. Бір аты елге танымал, сондай бір авторитеті өте жоғары нәтиже алып келе аламын деген бір енді гарантия бере алмайсың спортта, бірақ жалпы бір прогресс, сонымен ұлттық құрамамыз прогресс жасайтын сондай бір бапкер келсе, өзінің бір ерекше ұстанымы бар, өзінің көзқарасы бар дегендей, сондай бапкер келсе жарайды. Ал шетелдік деп тек қана паспортына қарап кез келген адамды шақыра салса, мынау мүмкін сол жаңа басшылықтың танысып, немесе мына жерде жұмыс істеген екен, осы жігітті шақыра салайық деген сондай бір шешім қабылдаса, онда әрине ол сынның астында қалады. Енді 14-ші тур аяқталды ғой. Қызықты ойындар көп болды, күтпеген голдар соғылды деп айтуға болады. Ордабасы көшбасшылықта одан әрі нығайтты. Жалпы осы Ордабасы командасы шынымен чемпиондыққа басты үміткер ме, әлде олай айту әлі ерте ме? Ерте емес деп ойлаймын. Қазіргі таңда басты чемпиондыққа үміткер Ордабасы болып тұр. Өйткені дәл қазір турнирлік кестеде Қайраттан бір-ақ ұпайға озып тұрғанымен 2 ойынға кем ойнаған. Сондықтан потенциально 7 ұпайға озып кету мүмкіндігі бар. 7 ұпай деген біздің чемпионаттың жартысынан асайын деп тұрған кез келіп отыр. Сондықтан бұл өте үлкен гандикап. Және енді Ордабасыда білеміз, осы маусымдағы атмосферасы ерекше. Ол жаңағы стадионда жанкүйерлердің қолдауы, әр матчта солдау, той болады, концерт болады, бірнеше жұлдыздар. Жалпы Ордабасының айналасында болып жатқан әңгімелер, ішкі әңгіменің бәрі өте позитивті, сондай бір подъеммен болып жатқан нәрселер. Негізі маусым басталғанда жаңа басшылық келген кезде олар біз чемпиондыққа таласамыз деген мақсат қойған кезде бәрі өте скептикалық түрде қарады да. Қалай мына Ордабасы өткен маусымдағы ойынын қарасақ, бапкер де ауыспаған ғой, сол Андрей Мартин болып жүрді, тура сол бапкер, тура сол ойыншылар. Енді не дейміз, ақша көп мәселе шешеді, енді ашығын айту керек. Ақшамен футболшыларға ең қатты мотивация бере алатын нәрсе деп ойлаймын. Және сол атмосфера бірден нәтиже алып бере ала бастады. Ол үстінен жаңағы өздеріне өздері сенімді бола бастады. Оның үстіне сол жалақының уақытында түсуі деген сияқты ондай мәселе өте қатты рөл атқарады деп ойлаймын. Өйткені бізде кез келген даже топ командаларда, мысалы, футболистер тұрақты түрде мен осы айдың осы күнінде ақшамды алам деген оларға гарантия жоқ та. Астанада да мысалы жалақыны берілмейтін уақыттар болады. Басқа да мысалы Тобылда да болған. Кез келген команданы көрсек, кез келген командада сондай мәселелер болып тұрады. Ал Ордабасыда ондай мәселе жоқ, енді менің естуімше осы маусымда. Ол да бір ішкі атмосфераға әсер етеді. Және енді алып келген легионерлер де бар, қазір қосып жатыр құрамға. Өздерінде маусым алдында келген жігіттер бәрі керемет өзін көрсетіп жатыр. Жалпы Ордабасының сол селекциясы да әдемі өтті. Сол керек болып қалмай қалған адамдарды да жіберіп жатыр. Мысалы Наумес деген енді қазір өзін көрсете алмай жүрген. Сосын іштен де шығып жатыр ғой.
жарық жұлдыздар Жасұлан Әмір секілді мысалы кәдімгідей қазір басында қосал құрамнан шығып өзін көрсетіп қалды, қазір бастапқы құрамның кәдімгі басты жұлдызы, негізгі ойыншысы болып жүр. Ол бізге де өте қуанышты, өйткені ұлттық құраманың ойыншысы өсіп жатыр, керемет. Ордабасының осы жаңа перформансы жалпы бір маусымдық немен шектеліп қалмай ма? Көрсеткішпен? Ол енді сол ішкі жаңағы мәселелерге байланысты деп ойлаймын. Негізі жаңа келген басшылық, сол Дархан Қызайбаев президент, берілген месседж бойынша олар ұзаққа келіп жатыр және ұзақ жоспарлары бар. Қазір білеміз, Ордабасы ребрендинг жасаймыз дейді, өзінің атын өзгертеміз, атауын өзгертеміз, Орда болады деп сондай. Сондықтан надолго келген сияқты, енді бізде сол қаржылық мәселе басты рөл шешеді деп ойлаймын. Қаржылық мәселе жақсы болып тұрса, онда қалған нәрселерде болады, нәтиже болады. Ол бірақ тек қана Қазақстанда емес, жалпы біздің енді футбол индустриясы салыстырмалы түрде басқаларға қарағанда бір кішірек қой, сондықтан сондай нәрселер қатты байқалып қалады. Ал мысалы басқа да даже ағылшын премьер лигасында үздіктердің қатарында всегда топ командалар, кімнің ақшасы көп, солар чемпион болады деген сияқты. Ұзағынан болсын деп тілейміз, не болса да. Бекхан Шайықзада 5-ші матчын құрғақ есеппен сақтап қалды. Керемет маусым өткізіп жатыр Бекхан. Ұлттық құрамада да өткенде жолдастық кездесуде бір таймға шықты. Жалпы енді баяғыдан білеміз ғой, өте талантты қақпашы екенін, жастар құрамасында да ойнады. Ордабасыда осындай тұрақты бір сенімді өз орнын тауып, қазір керемет футбол көрсетіп жатыр деп айтсам. Жалпы осыған қарап, мысалы бізде Қазақстанда қақпашылар мәселесі қазір біраз шешіліп қалды деп айтуға болады ма? Мысалы Темірлан Анарбеков бар, Мұхаммед Сейсен бар деген сияқты. Енді бұл футбол болғандықтан бұл мәселе шешіліп қалды деп айту өте қиын, өйткені кез келген уақытта жарақат деген болып қалады, басқа да өзінің жаңағы бабында емес болып қалады кейбір ойыншылар. Ол процесс деп ойлаймын. Енді ұлттық құрамадағы жаңа келген бапкерде басты ұстанымы сондай болу керек. Дәл қазір кім мықты, соны қою керекпіз деген сияқты. Сондықтан қазір Темірлан Анарбековқа көбірек сенім білдірген, мысалы Талғат Марвалы, Байсуфинов. Келесі келген бапкер мүмкін сол Бекхан Шайзаданы нөмір 1 қылып қоятын шығар, біз білмейміз ғой. Ол да сол нәтижеге байланысты және көрсетіп жатқан ойынына байланысты ғой. Бірақ қақпашылардың деңгейі көтерілді деп айтуға болады. Нейтіп айта алмаймын, енді деңгейі салыстырмалы түрде айтып жатсыз ғой. Ол қай сол басқа кездегі, мысалы сол Лориялар ойнаған кезде, мысалы Лориядан Шайзада мықты ма деп айта аламыз ба біз? Әлде сол кездегі, сол дәуірдегі ойыншылары деген сияқты ғой. Жоқ, қазір нақты айтылатынымыз конкуренция көп болған сияқты деген сондай мәселе болып тұр. Өйткені сол Шайзададан басқа Анарбеков бар, Сейсен бар, Заруцкий бар, басқа қақпашылар дегендер. Сондықтан мүмкін конкуренция жоғарылаған шығар, бірақ жалпы деңгейі қалай болды деген айту қиын енді. Ақтөбе матчына келсек, кеше ғана Ақтөбе өзінің алаңда Астананы 2-0 есебімен жеңді. Нани өзінің Қазақстан премьер-лигасындағы алғашқы гол салды. Қалай енді Ақтөбенің ойыны кішкене жөнге келе бастаған сияқты ма? Қалай ойлайсыз? Жалпы жөнге келе бастаған сияқты, бірақ енді Ақтөбе осы маусымда енді чемпиондыққа таласпайды, ашығын айту керек. Сол мүмкіншіліктерін жіберіп алған сияқты, бірақ қазіргі таңда басты мақсат сол Еврокубоктарға ілініп кету. Сол мақсатқа жетіп қалу мүмкін осындай ойынмен. Бірақ кешегі жеңіскенде бірнеше фактор бар ғой. Ең басты фактор ол өз алаңы. Ақтөбе білеміз, өз жанкүйерлерінің алдында бір ерекше жігерленіп ойнайды. Нанидің голына да өте қуаныштымын. Мен өзім баяғыдан Манчестер Юнайтед фанатымын, сондықтан Нани маған бір ерекше ыстық көрінеді. Оған сәттілік тілегем. Енді ойлағам, Нани өзін көрсетіп қала ма деп, бірақ сол бір маусым паузасы болғаны байқалып жүр енді. Жасы да бар оның. Жасы да бар, даже біздің сол Қазақстан премьер-лигасының деңгейінде әлі
енді өте қиын екені көрініп тұр, бірақ соның өзінде осындай маңызды матчтарда өзін көрсеткені қуанышты. Енді жалпы енді Нани өзіне артылған міндетті қаншалықты? Дәл қазір ма? Иә, көтеріп жүр. 50%-ға деп айтсақ болатын шығар. Өйткені оның алдында қашан бір кубоктық ойында жарқ етті. Иә, кубокта гол салды ғой. Енді жалпы Нани былай матчтарда да өзін көрсетпесе тәжірибесі бар жігіт қой. Қасындағы әріптестерін үйретеді, сол тәжірибемен бөліседі, мүмкін сол жағынан да пайдасы тиіп жатқан шығар. Біз оны білмейміз, ол андай көрінбейтін нәрсе. Ал нақты сол футболына, алаңдағы ойынына келсек, ол жерде енді баяғы Нани емес, енді мойындау керек. Енді Елімай мен Атырау матчына тоқталсақ, көпшілік күтпеді деп айтуға болады. Атырау қонақта Елімайды 2-1 есебімен жеңеді деп. Жалпы өзіңіз қандай баға бересіз? Атырау мұнайшылар командасына қазіргі соңғы ойындар Қайратпен қарасақ, тең ойнады, Ордабасымен тағысындағы. Енді керемет нәтиже тіркеп отыр Атырау. Атыраудың сол басты мәселесі өз алаңда ойнамау ғой осы маусымда. Сол ғой басты мәселе. Әйтпесе құрамда талантты футболшылар да бар, жас ойыншылар да бар. Енді құрамын конкурентный құрам дейміз де осы маусымда. Олар көптеген тең есеп тіркеп жүр осы маусымда. Сол Қайратпен де жақсы ойнап, соңында сол тең есепті жұлып кетті. Мына жерде Елімай тіпті ұпай алып кетіп отыр. Өте әдемі жаңағы Ткачкенің голы болды. Сондықтан бұл жерде енді біріншіден сол Атырауды мақтасақ болады, екіншіден Елімайдағы ішкі атмосферасы бұзылып кеткен сияқты деп ойлаймын. Өйткені өткен турдағы жаңа Ордабасымен болған матчтан кейін сол енді негативный фон көбейіп кеткен сияқты, сол ойыншыларға да қатты әсер етеді. Сол оларда бір кішкене кризисқа кіріп бара жатқан сияқты деп ойлаймын дәл қазір. Төрешілер мәселесі жаңа енді дәл сол Ордабасы мен Елімай мен Ордабасы матчында басталды ғой енді. Бір үлкен дауға айналды, ол төрешіні қамап тастады деген сияқты. Карпович енді менің кінәм жоқ деп ақталып жатыр, бірақ видеолар басқаша сөйлейді. Жалпы жағдай неге ушығып, бірақ жыл сайын неге қайталана береді бұл дүние? Енді бұл нақты осы жағдай туралы айтсақ, әлде жалпы төрешілер мәселесі неге көтеріле береді дейсіз ба? Төрешілер мәселесі неге көтеріле береді дегеніміз, біріншіден енді төрешілердің деңгейі сондай ғой. Бірақ мен кей кездері таңғаламын, біз төрешілерге көп мән береміз де, футболшылар да қателеседі ғой. Футболшылар да әр матч сайын футболшылар қателеседі. Төрешілер де тура сондай адам, олар да қателеседі. Бірақ бізде енді жанкүйерлер арасында андай бір стереотип қалыптасып кеткен. Бізде төрешілер қателессе, олар арам оймен қателеседі деген сияқты. Немесе олар сатылады деген сияқты. Сол ғой енді сатылады, сатылады, бір заинтересованность бар, тікелей ақша алмаса да оны соған мәжбүрледі деген сондай мәселелер туындайды. Ол әрине енді кез келген клубқа жанкүйер болғандықтан сондай өз клубың әлсіз екеніне сене алмай сондай нәрселерді біріншіден қарастырасың ғой. Енді жалпы ол нәрседе бар, енді ол баяғыдан сол қалыптасқан, меніңше соңғы жылдары азайып келе жатыр. Қазір төрешілерде өз репутациясын құртпауға тырысады, бағалайды. Сондықтан енді жалақылары да өскен, өздерінің жаңағы орнына кәдімгідей уайымдайды. Сондықтан өздері де бір әділ төрелік етуге тырысады деп ойлаймын. Енді мен өзім сол адамдар туралы позитивті ойлауға өзімде сондай тырысып жүрем. Бірақ мына дәл осы ойынға келсек, неге төрешінің айналасына соншалықты бір дау көтерілді деген мәселе. Біріншіден сол Арман Исмұратов ол жай ғана төреш емес, федерация президентінің Марат Омаровтың сол несі болып, советник, кеңесшісі болып тағайындалған жақында. Ол бірінші мәселе. Екіншіден енді білеміз, Елімайдың басшылығы соңғы кездері сол федерациямен жақсы емес, қарым-қатынастар бұзылып кетті. Сол қарым-қатынасына байланысты нәрсе деп ойлаймын ол да. Мысалы, олар да ойлайды, біз олармен қазір жақсы емес, сондықтан олардың төрешілері де бізге көзқарасы сондай болады деп.
оны да түсінсе болады бір жағынан. Неге олай деп айтса болады, өйткені матчтан кейінгі жаңа шығып жатқан ақпараттарға байланысты ғой. Мынау сол Елімайға жақын телеграм-каналдар немесе журналистер солар мынандай ақпарат шығарып жатыр. Оған жауап кетіріп, федерациядан мынандай слифтер шығып жатыр деген сияқты. Соған қарап қана байқаса болады да, негізі түбі қай жақта жатқаны. Мені қынжылтатыны, жанкүйерлер көбісі сондай ішкі анау мәселелерді білмейді ғой, ол не үшін болып жатқанын. Олар бір-бірімен қырылысып кетеді да. Мысалы, Елімай жанкүйерлері олар ордабасыдан көре бастайды. Ордабасылар жоқ, бәрі дұрыс, сендер жамансыңдар, бейт-бейт. Сол негізі жанкүйерлер не при чем. Футбол командаларды не при чем. Мысалы, Елімай футболшылары дым қатысы жоқ. Мысалы, ойыншымен Арман Исмұратов, сол Рамазан Оразов Елімай ойыншысымен өте вежливо сөйлесті да, ал басшылықпен басқаша сөйлесті, мысалы. Бұл жерде енді... Бірақ Пайруз айтты ғой, мені де балағаттады деп. Өйткені оған қызыл қағаз көрсетіп тастады ғой енді. Ол әрине қызыл қағаз көрсеткеннен кейін ол да онымен келіспейді дегендей. Сол мәселе сода деп ойлаймын мен. Ол жерде сол бір өздері ішкі бір сол политикаға байланысты нәрсе. Ал жалпы төрешінің жұмысына қарасақ, Арман Исмұратов жақсы төрелік етті деп айта алмаймын. Екі жаққа да қателесті, бірақ бір команданы тартып жатты деп айта алмаймыз ол матчта. Ордабасы по делу жеңіске жетіп отыр деп ойлаймын мен сол ойында. Ордабасыға да сын айтылды ғой, себебі Атырауда болған матчтан кейін сол екінші жақта Елімайда болды. Сатып алды деп айтып жатыр. Енді сондай нәтижелі қателіктер болып тұрады, енді тек қана Ордабасыға емес шығар деген менде позитивті көзқарасым бар. Енді жалпы соңғы турларда фавориттерін жиі ұтылып жатқанын қалай түсіндіресіз? Лиганың теңесуі ма бұл? Енді жалпы біздің лигада бір бөлек деңгейдегі командалар жоқ деп ойлаймын. Баяғыда Қайрат пен Астананың доминациялық дәуірі болды ғой. Қайрат болсын, Астана болсын, айқын фавориттер кез келген команданы 5-0, 6-0 жеңіп кететін. Қазіргі таңда кішкене мәселе басқаша, өйткені салыстырмалы түрде бюджеттер жақын клубтардың, және осы соңғы заңдарға жаңағы легионерлерді шақыру мәселесі сондай сәл қиындатудан кейін сол шақырған легионерге де талаптары өзгеріп, қазір сол кез келген команда өзінің сол жаңағы селекциясына қатты мән береді. Сол жалпы ол бір орта деңгейді өсірді деп ойлаймын мен. Дастан Сатпаев Қайраттағы соңғы матчын өткізді. Қайрат шығарып салды. Ендігі мәселе Дастан Челсиде қаншалықты маңызды ойыншыға айналады. Жалпы Челсидің құрамына қаншалықты ен алады, әлде оны Челси басқа жаққа жібере ме? Ол туралы айту өте қиын, өйткені енді біріншіден сол командалық, қазір әлем чемпионаты бітеді, сосын командалар жиналады ғой. Сол жиынға Дастан қатысса екен, сол кабинетте ғана шешіліп кетпесе екен деп ойлықтым сондай шешімдер. Хаби Алонсо өзі Дастанды алаңда көрсе, онда мүмкін шанс беретін шығар деген ойдамын. Өйткені Дастан өте талантты футболшы, оны байқап отыр, 17 жасында кәдімгі КПЛ деңгейінен де жоғары футбол көрсетіп жатыр. Ерекше футболшы, сондықтан сол бас бапкердің көзіне түсіп қалса, мүмкін шанстар болатын шығар. Ал енді сол басшылықтың өздері бір шешімге келіп, әлі жас футболшы, мүмкін сол біздің өзіміздің жаңағы дружественный проекттер бар, Страсбург, мысалы, сол Страсбургға жіберіп көрейік, бір маусым сояқта ойнап көрсін десе, онда енді өз мүмкіндігін тағы бір жыл күте ма, өзін сол жақта көрсетіп көре ма, сондай перспектива болып тұр дәл қазір. Жалпы Сатпаевтың қандай қасиеті өзіңізге ерекше ұнайды? Оның артықшылығы неде? Оның артықшылығы біріншіде мида деп ойлаймын, өте интеллектуалды футболшы, және ол андай бір қатты оған ойланбайтын да өзі андай моментально шешім қабылдайтын футболшылардың ішінде ол шабуылшыға өте маңызды нәрсе, инстинктивно қай эпизодта қалай финт жасап кету керек, қай жерде соққы тебу керек, соны өте
керемет сондай шешімдер қабылдайды. Және енді соққысы да жойқын, позиция ұстауы, өзіне жаңағы бос аймақтар іздеу, сол жағынан да әрине Дастанға өсу керек, бірақ таланты бар екенін бәріміз мойындаймыз. Әлем чемпионатына қарай ойыссақ енді КПЛ-ды шамалап, жобалап біраз талқыладық қой. Мундиалдың енді екінші туры аяқталуға жақын, жаңа әлгінде айтып өткендей. Қалай барысына қандай баға бересіз, қаншалықты көңілден шығып жатыр? Негізі қызық болып жатыр жалпы алғанда. Бірақ маған ұнамайтыны сол матчтардың уақыты ғой. Енді бәрімізді Қазақстанда, бәрімізді сол матч уақыты өте ыңғайсыз. Бір матч кешкі 10-да басталады, төртінші матчы таңғы 7-де болады. Сол енді өмірдің бәрін сол тек қана әлем чемпионатының матчтарын көрем деп ардап тастамайсың. Жұмысың болса да, оны бәрібір солай келтіре алмайсың да. Біз өзіміз білесіз, Соқыр және Гол подкаст түсіреміз, сол әлем чемпионатын жаңағы әр матчына ерекше тоқталып, не істеп кетеміз, бірақ соның өзінде мүмкіндігіміз болмайды толығымен әр матчты қарау. Мысалы бүгінде бір телеканалға барып сол сұхбат беріп жатқанда айтады, біз мына матчтар тоқтала кетейік. Мысалы Эквадор Кюрасао туралы не ойлайсыз деген. Эквадор Кюрасаоны кешіріңіз, енді қарамадым, енді таңғы 5-те Эквадор Кюрасао сәл ұйқы керек болды деп не істедім. Соны выпускающий жарайды, онда былай жалпы айтып кетейік деген сияқты сондай нәрселер болып тұрады. Ал енді кейбір топ матчтарға бір ерекше қызығып қарадық. Мысалы маған Англия-Хорватия матчы өте ұнады, 4-2 керемет футбол, өте жоғары деңгейлі. Сосын біз клубтық футболға үйреніп қалдық қой. Клубтық футбол бәрібір бөлек деңгейде. Ол жерде әр команда маусым бойы бір-бірімен жаттығу жасайды, бір-бірімен керемет үйлесім тапқан ерекше философия, тактикалары, стратегиялары бар дегенде. Ал құрама болғандықтан олар келеді, сол бір-екі апта жаттығу жасайды. Ол жерде ең бастысы ішкі мотивацияласы қалай, сол құрамның настройы соған көп мән білдіреді, және ойыншылардың жеке шеберлігі сол бірінші планға шығады. Оны осы әлем чемпионатында да байқап отырық. Сол мысалы Месси сияқты, Килиан Мбаппе, Харри Кейн сияқты жұлдыздар өзін көрсетіп жатыр. Англия, Хорватия демекші. Енді меніңше осы күнге дейінгі ең бір деңгейлес командалардың маңызды ойындардың бірі осы болған шығар. Англия бір сенімді өнер көрсетті. Англия енді сөзсіз фаворит екені анық. Бірақ Англияның жарты жолда кейде ширек финалда, жартылай финалда жаңағыдай ойыннан ұтылып қалатын кездері болады ғой, бір өздерінің ойындарын таппай қалатын кезі болады. Бұл жолы қалай болады деп ойлайсыз? Англия шынымен де өзі фаворит деген атағын сақтап қала ма финалға дейін? Сақтап қалады деп ойлаймын, және өте жоғары көтеріледі деп ойлаймын. Кемінде жартылай финал деп отырмын. Өйткені Томас Тухель мысалы қатысының астында қалды, өзі тізім жариялаған кезде. Мысалы неге мына футболшыны, неге мына Челсидің жұлдызы Кол Палмерді шақырмады, неге Реал Мадридте ойнайтын Трент Александр-Арнольд келмеді деген сондай сұрақтар, көп сұрақтар болды. Бірақ оған жауабы қазіргі Англияның ойыны. Томас Тухель тек қана индивидуалды түрде мықты футболшыларды емес, командаға ойнай алатын. Командаға ойнай алатын, сондай үлесі зор болатын ойыншыларды шақырып отырды, өзінің тактикасына сай футболшыларды, және ол нәтиже бергенін осы бірінші турдан ақ байқасақ болады. Англия керемет настроймен келді, бір-бірін өте күшті қолдап жүр, әр футболшы. Оны қалай байқаса болады? Мысалы, сол Англия-Хорватия ойында 92-ші минутта 3 футболшы қарсыласының айып алаңында прессинг жасап жүр. Мысалы, ол енді керек емес зат қой, негізі спокойно өз алаң жартысына келіп, бұлай тұрақты линия 2-3 шеп қойып, сол жерде позициялық бір қорғаныста тұрасса болады. Жоқ, олар ұмтылады, олар сол Томас Тухельдің қойып берген футболына лайықты болу үшін, сай болу үшін, сол талаптарына сай болу үшін сондай жұмыс атқарып жатыр. Ол да өте мықты көрсеткіш деп ойлаймын. Енді ары қарай көреміз, қатты бір мақтап қойып, сосын Англияда енді басқа да конкуренттер бар ғой. Енді ширек финалда бір мысалы Испанияға қарсы шығып қалса, ол жерде уже 50-50. Бірақ фаворит па? Фаворит. Топ-3 фавориттің ішіне кіреді деп ойлаймын мен Англия. Сіздің өзіңіздің тізіміңіздегі? Рейтинг бойынша деп ойлаймын мен.
Енді кезінде Бейлді Ұлыбританияның үздік футболшыларының қатарына қоспаймын деп едіңіз. Иә. Сол пікіріңіз өзгерген Жоқ, жоқ? қоспаймын деп едім дегенде емес, ол андай мәселе болып кетті ғой. Гаррет Бейл Ұлыбританияның топ 3 футболшысы деді ма? Сондай болды. Енді топ 3-ке кірмейді менің ойымша. Ол жерде тек англиялықтардың өздері бір 5 футболшы айту болады, Гаррет Бейлді мықтырақ. Және сол көршілес елдердің, сол Шотландия болсын, Ирландияда мысалы Джордж Бест деген футболшы бар да, аңыз. Сол футбол индустриясын бір бөлек деңгейге шығарған сондай тұлға. Сондықтан ол немнен жаңағы ойыннан кетпеймін. Я Гаррет Бейл даже менің ойымша топ 5-ке де кірмейді, топ 3 тұрмақ. Бірақ жалпы өзі өте керемет футболшы. Сол кезде енді білуімше біраз сізді сынады. Хейттің астында қалдыңыз, өйткені енді Гаррет Бейлдің жұлдыз жарқырап тұрған кез ғой. Сынға қалай қарайсыз енді? Сіз қаншалықты сынмен күресіп үйрендіңіз? Сынмен мүлде күреспеймін. Ол сын негізі көптеген анау тұрақты бір критика болса, ол саған да көмек алып келеді. Өзінде байқап қаласың, мына жерде бүйтіп едім, сөйтіп едім деп. Ал бізде бірақ көбінесе сын жанкүйерлерден болады ғой. Сен мысалы бір матчта біз талқылау жасаймыз, әр тур сайын талқылау жасаймыз, өзіміздің соққы және гол арнада. Біз мысалы чемпионаттың осы туры өтті, Еврокубоктар болсын, Чемпиондар лигасы матчтарға кәдімгідей тоқтап, сол матчта не болғанын айтамыз. Мен бір аптада мысалы Реалды мақтап жіберем. Реал фандар келеді, дедеке ең мықты эксперт, молодец, Реал осы. Келесі аптада Реал нашар ойнады ма? Енді нашар ойнады дейсің. Мен енді көрген нәрсемді айтып отырмын ғой, ол өз ойым, өз пікірім. Бітті, басталады. Сен қабақ түсінбейсің футболды, кет, мынаны шақырмаңдар деген сондай. Сондықтан спокойно қараймын, мен кез келген хейт болсын, не болсын. Енді шындықты да айтып кету керек. Анда-санда өзімде бір жандыртып жіберем. Специально әдейі айтатын кездер болады. Мысалы, осы маусымда енді Арсенал ағылшын премьер-лигасының чемпионы болды. Бірақ Арсеналдың чемпион болуына мүмкіндігі өте жоғары позициядан өте төмен позицияға түсіп кеткен кезі болды. Мысалы, Арсенал 12 ұпайға озып келе жатқан кезде мен қызық болсын деп, жоқ, бәрібір Манчестер Сити жеңеді деп айттым. Сосын екеуі бір 3 тур қалғанда ма теңесіп қалды. Теңесіп уже кәдімгідей Манчестер Сити фаворит болып кетті да ана жерде. Бірақ соңғыда әйтеуір Арсенал чемпион болып кетті. Арсеналдың жаңағы стиліне қаттысын айттым екінші маусымның екінші жартысына. Соған Арсенал фанаттары өкпелі. Мысалы, бірнеше аккаунттан маған жекеге де жазады, жаңа әлеуметтік желіде, сол комментарийде жазады. Бірақ мен оны не істеймін? Енді действительно Арсеналдың ойыны маған ұнамайды. Мен соны бір сәл барды бар, жоқты жоқ. Барды бар, жоқты жоқ деп, бірақ өзінде сәл енді гиперполизировать етемін да, соны преувеличить етемін, өйткені ол да енді кішкене отклик болады. Ондай фидбэкте қызық. Сондықтан кей кездері сондай специально істейтін нәрселер бар, бірақ онымен мен қатты не істемеймін. Бір жақты кетіп қалмайсыз. Бір жақты кетіп қалмаймын. Енді мысалға сіз өзіңіз Манчестер Юнайтедтің жанкүйері екеніңізді жасырмайсыз. Жасырмаймын. Англия премьер-лигасының жанкүйерлері бізде көп, соның ішінде Арсеналдың, Манчестер Ситидің деген сияқты, Ливерпульдің жанкүйерлері бір бөлек. Осындай кезде мысалға комментатор енді біз барынша ол әділетті болу керек, баланс ұстау керек дейміз ғой. Ал сіз бір клубтың жанкүйері болсаңыз, ондай кезде баланс ұстау қаншалықты қиын болады? Мүлде қиын емес. Мен Манчестер Юнайтед ойындарын кәдімгідей өте көп жүргізген. Бір 10-15 рет жүргізген шығармын. Еврокубок болды, ағылшын премьер-лигасында жүргізген кездер болды. Соңғы кездері Спорт Плюс арнасында Англия кубогы болды, соны да жүргізгем. Мен өзім артынан байқаймын, финал жүргізген Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед арасында. Англия кубогының финалы ғой деймін, әлде супер кубок па. Маған сосын жанкүйерлер жазады да, матч бойы Манчестер Ситиге жанкүйер болып отырсыз. Енді мен білмейді ғой Манчестер Юнайтед фанатым екен. Сондай да нәрселер болып тұрады. Ол әр адамның не естігісі келеді, соны естіп алады комментатордың эфирінен. Ең бастысы өзің сол жаңағы эфир жүргізгенде, эфирді бір жоғары деңгейде жүргізіп, айтылатын ақпаратты айтып, эмоция берілетін жерде эмоция беріп,
сондай бір тактикалық өзің бір нәрсе байқап қалсаң сол нәрселерді айту, жанкүйерлік оған ешбір әсер етпейді деп ойлаймын. Және комментатор объективті болу керек деген, ол негізі өте қате пікір менің ойымша. Ол туралы біраз әріптестеріміз де айтқан, мысалы Василий Уткин деген аңыз комментатор бар ғой, ресейлік. Ол да айтқан, комментатор ол адам. Адам ешқашан объективті бола алмайды. Кез келген адам, мысалы, мен жарайды, маған екі команда мөлде мен танымайтын командалар болса да, мен ойын барысында кірісіп кетем, сол азартқа кіріп кетем. Бәрібір бір команда гол соғып кетсе, екіншісін бір кішкене не істеп отырасың. Өйткені ол сенің адамның бір қасиеті ғой. Енді біреуге біз бүйрегіміз бұрып кетеді, біреуді бір жанымыз ашып кетеді, сондай нәрселер болып тұрады. Сондықтан бұл сен пенде болғандықтан, ол сен объективті бола алмайсың. Сол үшін жаңағы бірнеше жанкүйерлердің сондай пікірі, осы комментатор объективті болу керек деп. Объективті болатын, ол өзі жаңағы эфирдік бір этика болады. Сен мысалы, мына команда туралы мынандай айттың ба ақпарат, мына команда туралы да сол ақпаратты айт. Оны мен түсінем. Бірақ жалпы сен бәрібір эфир барысында андай толығымен нейтралитет ұстанып, бір объективті не істей алмайсың. Өйткені ол сен сондай бір өте сухой репортаж болса, ол жанкүйерге де қызық болмайды. Жанкүйер қашан комментатордың сөзіне қызығады. Комментатор өзі сол ойынға вовлеченный болған кезде эмоция қосып, сол комментатордың өзіне ойын қызық болса, ол жанкүйерлерге де, көрермендерге де қызық болады. Өйткені комментатордың рөлі бұл өзін бірінші рөлға қою емес, мен мына мықты комментатор, объективті бейтінде. Ол сол ойынды жанкүйерге, қарапайым жанкүйерге жеткізу және жанкүйер түсінбейтін нәрселерді айтып беру, соны көрсетуді. Мысалы, кім айыптауын кім теуіп жатыр, не деген сондай ақпараттарды беріп тұрасың, және керек кезде эмоцияны қосып, сол жанкүйермен бірге сол эпизодты проживать ету керексің деп ойлаймын. Сол. Енді биылғы біріншілікте комментаторлар мәселесі тағы да көтерілді ғой, жалпы өзіңіз қандай баға бересіз? Осы әлем чемпионатының комментаторлары туралы ма? Енді мен баға бере алмаймын, өйткені бұл бәрі әріптестерім, көбісін танимын, көбісімен жеке араласам, сондықтан және ол бір корпоративный этикаға да жатпайды баға беру деген. Менің ойымша, жалпылай алғанда комментаторлық жұмыстың осы қазақстандық комментаторлықтың деңгейі өсті қазіргі таңда, өйткені конкуренция бар, Казспорттан басқа да спорт каналдары пайда болды, басқа платформалар да бар, сондықтан жалпы комментаторлар саны да өсті ғой. Баяғыда мысалы сол Ермаш, Ермек Торниязов деген бір санаулы жігіттер ғана болатын да, эфирде Асхат Сағдаев деген сияқты. Ал қазір болса, сол тізімге қарасаңыз, мысалы сол Казспорт шақырған тізімнің өзінде қаншама қазақ комментаторлар бар, орыс комментаторлар да жеткілікті, сондықтан енді мен ешсін айта алмаймын, өйткені әріптесі, әрине менің өз ойым бар ол туралы. Кейбіреулерін мен ойлаймын, мынау сәл әлсіздеу екен, мынандай, бірақ оны енді пабликте айту меніңше қате. Мен жеке әрқайсысына беттеріне былай айта аламын, сен кім мынандай деп. Әріптестер арамызда да біз сөйлесеміз ол туралы, мынандай комментатор екен, мынандай. Енді бәрібір конкурентный среда болғандықтан, сіздер де журналистер де тура сол ғой, мен де өзім спорт журналист болғандықтан білемін. Бірақ публично мен ешкімді сынағым келмейді. Тек қана алға, жақсы, керемет, молодцы. Әлімжан досымды тіпті мақтап жүрем, нөмір 1 қазір деп ойлаймын. Биылғы әлем кубогының басты сенсациясы деп ол қақпашыларды айтуға болатын сияқты. Вазиния дейсіз ғой. Вазиния бар, одан қалды кеше Ром. Тоже өте жақсы өнер көрсетті, 15 сейф жасады, рекорд орнатты деп жатыр. Бұл енді қалай, мысалға, Кабо Верде, Кюрасао сияқты құрамалар енді белгілі ғой, деңгейі қандай болған, олардың аутсайдерлер қатарында келгенін де түсінеміз. Сондықтан бұл қарсыластардың оларды менсінбей ойнауының бір көрінісі ме, әлде бұл қақпашылар шынымен де бір жаңағыдай мотивацияға тойып келіп бір ерекше өнер көрсетті? Ол біріншіден сол қақпашылардың мотивацияға тойып келуі, және енді мысалы Испания ұлттық құрамасына бұл бір очередной турнирі да, мысалы, ал Кабо Верде ұлттық құрамасына бұл ерекше турнир.
тарихи турнир. Олар настройы да ерекше болады. Сол Конго қалай Португалиямен бірде бір ойнап қалды деген мәселе тура сода жатыр деп ойлаймын. Өйткені сол сен Европа чемпиондарымен ойнаған кезде сен бір бөлек ойнағың келеді, өзінің 100% емес 200% жаңағы бар күшіңді салып, әйтеуір осы жерде не істей алам, соның бәрін көрсеткім келеді деген настроймен шығып жатыр. Сондай ойын көрсеткенде әрине ол да бір сол нәтижеге айналып отыр. Енді Вазинияның несі ерекше деп ойлаймын, бірден жұлдызға айналып кетті. Ол да бір сол футбол индустриясының сондай эффекті ғой. Мысалы, футбол номер 1 екен, соған дәлелдеп отырды. Өйткені қазір Америкада өтіп жатыр ғой. Америкалық көбісі енді сокер деп қатты бір мойындай қоймайды. Бірақ маған ұнағаны, мысалы, сол НБА жұлдыздары, НХЛ жұлдыздарымен салыстырады да, Вазиния бірден бір тәуліктің ішінде 20 миллион подписчигі Инстаграмда, ал НБА жұлдыздарында, мысалы, 6 миллион, 5 миллион, олар прям үлкен жұлдыздар ғой, сол Америкада. Мына жерде қарап тұрсаңыз, Вазиния бір тәулікте сондай жұлдызға айналып кетті. 2 есе 3 есе аудиториясы көп. Әп-сәтте 40 жасында. 40 жасында, сондықтан Ромның да жаңа кешегі Кюрасауның қақпашысының да миллионнан асты деп жатқан. Сондай болып тұрады. Енді әлем чемпионатына шыққан әр команда бұл өте жоғары деңгейлі команда деп те айтсақ болады деп ойлаймын. Басында біз ойлағанбыз ғой, енді 48-ге көбейді. Менің тек қана сол ғана сын айтылатыным бар, матчтар өте көп. Ал былай жалпы 48 командаға ешбір нем жоқ. Лайық емес дейтін команда жоқ. Лайық емес дейтін команда жоқ. Олар шықты ма, олар лайықты. Мысалы, Түркиядан бәрі нәтиже күтті. Өте жұлдызды құрам. Арда Гюлер бар, Реал Мадридтің ойыншысы. Баршалпер Йылмаз бар, сосын Чалханоглу бар, Интермен, мысалы, Чемпиондар лигасы финалына жетті. Сондай жұлдызды ойыншылар өте көп. Бірақ нәтиже байқасаңыз болмады. 2 ойыннан кейін ұшып кету деген ол кәдімгі провал ғой. Түркия сияқты футбол сүйетін мемлекетке. Сондай да болып тұрады. Сонымен осындай үлкен додалар қызық. Жалпы Түркия демек 24 жылдан кейін алғаш рет әлем чемпионатына шығып отыр. 2002 жылы енді Оңтүстік Кореядағы турнирге қатысты. Жұлдызды құрам болды ол кезде де. Қазір міне содан кейінгі бір жұлдызды құрам жинақталып, бір әжептәуір ширек финал, жартылай финалға дейін барады. Сондай бір белгілі құрама деп айтылып еді, бірақ алғашқылардың бірі болып ұшып кетті. Алғашқылардың бірі, енді жолдары болмады деп те айтсақ болады. Өйткені Түркия бір ерекше антирекорд қойды ғой, 62 соққы жасап, бірде бір гол соға алмай деген. Енді бұл жерден жолда болмаған. Бұл шабуылшылардың мәселесі ме, әлде бір психологиялық тұрғыдан? Қысым көп болды. Сол қысым да көп, біріншіден, сосын екіншіден қазір жаңағы Кюрасау секілді, жаңағы Конго секілді құрамдар қалай нәтижеге жетіп отыр. Өйткені футболда қорғанысты өте оңай қойып беру. Енді база ғой, ол үш орталық қорғаушымен жалпы бос кеңістіктерді жауып үлгерсең болды. Сен футболда гол соғу ең қиын, ол гол соғу. Сондықтан ең басты жұлдыздар ол шабуылшылар, гол соғатын адамдар басты жұлдыздар болады. Ал қорғаныстағы ойынды қазіргі деңгейде, өйткені енді кез келген мемлекетте қазір спортта, медицинада, басқа жаңа тактикалық үрдістерде бәрі сол теориясы да дамыған. Соған қарап кез келген бапкер ойын қойып бере алады. Кем дегенде қорғаныста. Ал шабуыл шебінде ойында ол жерде уже сәл бір творчество керек та, ол жақта жеке шеберлігін көрсететін сондай нәрсе. Мына жерде сол мүмкін Түркия ұлттық құрамасына сол творчество жетпей қалды. Ал қарсыластары керемет дисциплинамен қорғанып берді. Әдемі, алып шықты. Сондай ғында Бельгия мен Иран матчынан кейінде көп сұрақ туындады ғой. Жалпы сіздің ойыңызша фавориттердің көпшілігі өз деңгейін көрсете алмай жатыр дегенде пікір айтып жатыр. Сіз келісесіз бе осыған? Жоқ, онымен келіспеймін. Бұл жеке Бельгияның ғана мәселесі деп ойлаймын. Өйткені олардың жаңағы алтын поколениясы қартайды. Сол Ромело Лукаку, Кевин Де Брюйне деген жігіттер оларда уже өз жасына келді. Ал жаңа буын өздерін сол деңгейде көрсете алмай жатыр. Біз Бельгияның қазір көп күтіп жатырық деп ойлаймын. Сосын жаңа мен айтқан мәселе, мысалы, Иран өте дисциплинасы жоғары. Иран тәжірибелі құрам, олар әр әлем чемпионатына іріктеуден өтіп жүрген құрам. Және олар да
бір ерекше рухтанып ойнап жүр, өйткені жаңағы саяси мәселелер де бар айналасында көрсету дегендей. керек қой енді. Иә, сондықтан Бельгияға оңай емес. Иә, енді көбісі сын айтады, осындай оңай топтан, енді бәріміз оңай деп, енді қағаз жүзінде оңай топтан шыға алмай қалып жату мүмкін деген пікір білдіріп жатыр, бірақ ол да кездейсоқтық емес деп ойлаймын. Сол матчта 100% беріліп жігерленіп ойнамасан нәтижеге жете алмайсың. Ал басқа фавориттер көбісі нәтиже тіркеп отыр ғой, сол Англия болсын, Германия болсын. Испания Кабо Вердемен болмай қалды, бірақ келесі ойында қайттан дәлелдеп беріп отыр ғой, Сауд Арабиясына қарсы. Мысалы, сол Ламин Ямал да өзін көрсетіп үлгерді, Ойарсабаль керемет 2 гол соғып, бомбардирлік өзінің жаңа Испания ішкі бомбардир кестесінде көтерілді дегендей. Сондай мәселе. Енді көрші ағайын Өзбекстан алғаш рет әлем чемпионатында бірінші ойындарын өткізді. Жалпы ойыңыздағыдай болды ма матч? Әлде көп дүние күттіңіз бе? Жоқ, мен ойлағаннан да жоғары деңгейде ойнады деп ойлаймын. Өйткені енді гол соғудың өзі Өзбекстан секілді құрамаға бұл кәдімгідей үлкен бір мәртебе. Өйткені дебюттық турнир, қалай дегенмен, сосын жалпылай алғанда өз тобында Өзбекстан құрамасы енді анық аутсайдер ғой. Біз енді көршілес ел болғаннан кейін, сол өзбек бауырларымыз болғаннан кейін кәдімгідей бауыр басып, соларға жанкүйерлік етіп отырдық. Сол матчқа оянып дегенде сол бағана ұйықтау мәселесі, сол таңертең тұрып сол матчты бәріміз көрдік, бірақ енді мойындау керек, Колумбия бөлек деңгейлі команда, ол жақта өте шебер футболшылар қалыптасқан, сол тәжірибе көп, сондықтан енді сәл бір өкініш бар, сол бір гол соғып алдыңдар, бірде-бір болып жатты, мүмкін сол қорғанысқа бір жатып алып, қарсыласқа сәл дисциплина, тәжірибе жетпей қалды деп ойлаймын, бірақ соның өзінде керемет нәтиже. Бұл жерде Өзбекстан ұлттық құрамасына нәтижеге қатты бір мән бермеу керек деп ойлаймын. Сол Фабио Канавароның өзі бірінші ойынның алдында айтты ғой, біз батыл болу керекпіз, ешкімнен қорықпай, өзіміз осындай керемет тоймен наслаждаться ету керекпіз, болды деген сияқты. Нәтиже ол екінші планда дегендей. Сіз айтып отырсыз ғой, жаңағы қорғанысқа мән беру керек бе деп. Осы тұрғыдан алғанда Канавараға бәлкім, енді Канаварада бір керемет жетістікке жеткен бапкер емес қой, футболшы ретінде де бір аузы толтырып айтарлық нәтиже көрсетсе де, бәлкім тәжірибе жетпеген шығар, бәлкім бір тілде сөйлеу деген бір дүние жетпей қалды ма деген сияқты, өйткені рухтандырып шығаратындай. Бізге енді қалай дегенмен біздің ұлттарға жаңағыдай ұрсып, нұқып, кейде бастан тартып жіберетін сондай бір мінез де керек сияқты көрініп тұрады. Ол кез келген адамдарда солай да, кез келген топта, кез келген жиында әр ұлт өзіне сол тек қана өздеріне тән нәрсе деп ойлайды, бірақ ол кез келген адамдарға жаңағы тән нәрсе деп ойлаймын, психологиялық тұрғыда. Сондықтан мүмкін ондай да пікір бар, бірақ менің ойымша бұл жерде жалпы құрамның деңгейі деген мәселе бар ғой. Енді сен выше головы не прыгнешь. Қандай болса да, енді Өзбекстан ұлттық құрамасында еуропалық деңгейде ойнайтын футболшылар өте санаулы. Ол сол Эльдор Шамуродов, ол мүмкін Абосбек Файзулаев, Хусанов, Абдуқадыр Хусанов болды. Ары қарай қалған ойыншылар енді біз білеміз, жаңағы Иранда ойнайтын Персеполистағы 1-2 ойыншылар бар дегендей, бірақ көбісі ішкі чемпионаттағы футболшылар ерекше дайындық жасады, бірнеше сбор өткізді, бірақ соның өзінде сен футболшыларды бөлек деңгейде ойнауды үйрете алмайсың. Ұлттық құрама бұл жерде Канавараның миссиясы сәл басқаша болды деп ойлаймын. Сол дайындап бір тактикалық жаңа нәрселерді жеткізу және сол Өзбекстанды сол мундиалда представительский бір роль болған сияқты. Канавараны бәрі таниды ғой. Атын пайдаланды. Жалпы Португалия және Өзбекстан арасындағы матчқа қандай болжам? Өзбекстан сенсация жасай ала ма? Жоқ, жасай алмайтын сияқты. Енді бұл жерде бірден сол өзбек бауырларымызға кішкене жаның ашиды, бірақ мына жерде Криштиану Роналду, оны да қимайсың. Негізі жаңағы Португалия мен Конго арасындағы нәтиже қатты әсерін тигізеді деп ойлаймын. Өйткені Португалия ұлттық құрамасы бір
настрой 120% болып шығатын сияқты бұл ойынға. Сол Криштиану көкем де өзі де хэт-трик жасаймын деп шығады. Және енді ол жерде кез келген шепте жұлдыздар. Мысалы, Нуно Мендеш чемпиондар лигасының 2 рет қатарынан жеңген, Рубен Диаш кезінде ағылшын премьер лигасының чемпионы деп сөйтіп келіп айта бересің. Витинья, Невиш, мына жерде Криштиану, Бруно Фернандеш, Бернардо, кез келген ойыншы өте жоғары деңгейлі футболшылар. Сондықтан енді шанс өте аз. Өзбекстан құрамасына сол матчта болған, әрине кез келген матчта мүмкіндіктер болып қалады ғой. Мүмкін сол стандарттар болсын, контр шабуылдар болсын, сол матчта болған бір мүмкіндік болса, сол бір мүмкіндікпен пайдаланып кету керек деп ойлаймын. Енді Роналдо деп айтып жатырмыз ғой, сын көп айтылып кетті. Өзінің құрамасындағы әріптесі де айтып жатыр. Жалпы өзіңіз осы пікірге қосыласыз ба? Келіспеймін. Роналдо бұл ұлттық құрамаға керек жоқ деген пікірге келіспеймін. Өйткені басқа орталық шабуылшы жоқ енді Португалия құрамасында. Сол позицияда ойнайтын жоғары деңгейлі футболшы жоқ. Кейбіреулер Гонсало Рамош дейді, бірақ Гонсало Рамоштың өзі Пари Сен-Жерменде матчтың соңында 10 минутқа шығатын футболшы. Португалия ұлттық құрамасында да сол рөлді атқаратын ойыншы. Басқа жаңағы Жоу Феликс болсын, Андре Силва болсын, олар да бір өздерін керемет көрсетіп жүрген футболшылар емес. Жоу Феликстің праймы кезінде сол Атлетико Мадридқа 18 жасында өткен кезінде сомен-ақ өтті, өз талантын былай аша алмады. Сондықтан мен бұл жерде Роберто Мартинестің шешімін қабылдаймын. Криштиану Роналду міндетті түрде құрамда ойнау керек. Өйткені оған конкурент жоқ. Болды, сол ғана мәселе. Ол өзін көрсетіп жатыр ма, көрсетіп жатқан жоқ па, ол басқа мәселе. Ол сол жалпы құрамның ойынына байланысты. Мысалы, бұл жерде тек қана енді Криштиану бас жұлдыз болғандықтан сынның бәрі соған айтылады. Бірақ кез келген ойыншыны сынаса болады ғой. Неге Бернардо Силва мынандай ойын көрсетіп жатыр? Неге ол Криштиануға мүмкіндіктер жасап бермейді? Бруно Фернандеш неге Манчестер Юнайтед дегендей жаңағы әр матч сайын жаңағы 5 ассист шығарып бермейді деген сондай Жоау Невишке ғана сын айтылмайтын шығар, өйткені гол соқты. Былай кез келген ойыншысын сынаса болады. Қорғаныста неге жіберіп қойдыңдар деген сияқты сондай мәселе ғой. Бірақ оған да айтылып жатыр ғой, Роналдоға қатысты пікіріне байланысты. Жалпы Португалия ұлттық құрамасында біртүрлі ауызбіршілік жоқ сияқты көрініп кетті соңғы кездері. Өйткені ол Роналдо деген кез келген заголовок, ол кликбейтный заголовок, ол лайк та жинайды, ол комментарий деп, кейбір хейтерлер де келеді, нелер де келеді. Біз де білеміз ғой, мысалы соққы және голды біз тикток түсіреміз бөлек. Сол тиктоктарда Роналдо деп, Роналдо Месси десем бітті, ол миллиондаған просмотрларға тарап кетеді. Ал басқа мысалы ойыншылар туралы жазса, мысалы сол бірінші ойыннан кейін жаңағы Вейга туралы, қорғаушы туралы мысалы шығарып қойсаңыз сіздерде, Вейга неге қателесті деген, ол кім кіреді, ол қайдағы Вейга, ол кім деген сияқты. Ал Роналду құрамын құртып жатыр десе, оған бәрі кіріп өз пікірін қалдырып, ол Мессиден уже жаман деп. Хотя Мессидің ойынға вообще қатысы жоқ, ол өз ойында өзі көрсетіп жүр. Сондай бір салыстыру нәрсесі де бар деген сияқты. Роналду мүмкін сынау керек, бірақ өте андай овер сыналды. Жоқ, бұл сынау дегенде біз Роналдуды біз сынап отырған жоқпыз ғой. Мәселе іштегі құраманың ішіндегі ойыншылардың бір-біріне деген сол құраманың іштегіні сырттан айтады да, бәрі оның іште не болып жатқан ешкім білмейді ғой. Ол жарайды, бір Бруно Фернандештің өзі шығып, біз қырылып жатыр, Роналду пас бермей қойды деп сөйтіп айтса деймін да, ол жарайды, ол уже сонда түсінетін едік. Бірақ ондай ештеңе жоқ. Елдер бір теория строить етеді, Криштиану тренировкада сүйрет шығарды, бәрі жақсы деп, ол жақта Бруно Фернандеш жоқ екен. Значит, Бруно Фернандеш екеуі ұрысып қалған дейді. Ол мүмкін просто Бруно Фернандеш тренировкада бәрі екі командаға бөлініп ойнайды ғой, мысалы двусторонка. Ол анау командада ойнаған шығар деген сондай объяснение бар да оған. Сондай нәрселерге қарап, Бруно Фернандеш анаған лайк қойыспай қойды, значит, ол ананы жақтырмайды. Жоау Невиштің қызы былай жазып жербеді, ананың әпкесі битті деп, сондай нәрселерге оған мүлде мән бермеу керек деп ойлаймын. Ол ішкі командалық атмосфера, ол бөлек, ол жерде ішінде жүрмесен, оны біле алмайсың, ол қалай екенін. Ол мүмкін осы мундиаль біткеннен кейін бұлар провал болса айтады, немесе жеңіп кетсе айтады.
былай средний результат болса бәрібір айтпайтын сияқты қалай болған. Енді неге мүмкін қатты талқыланып кеткені өйткені о бастан Португалия басты фаворит саналды. Одан қалды Роналдудың соңғы әлем чемпионаты деген тұжырым бар. Оның үстіне қалай дегенмен енді Мессимен теңесу керек. Теңесу керек. Әрі бұл құрам дәл қазір өте жұлдызды құрам. Сосын тайминг бойынша да андай болып кетті ғой, Месси өз ойында 3 гол соқты да, ал бүгін енді Роналдудың жауабы қалай екен деген сол мәселе. Ол да бір Португалия ұлттық құрамасына кәдімгі қысым алып келетін фактор. Енді не істейсің, бұлар бәрі кәсіби футболшылар болғаннан кейін олар тырысу керек, сол қысымға да шыдау керек деп ойлаймын. Енді екінші матчта Португалия өзін көрсетеді деп ойлаймын. Шанстары өте жоғары. Ары қарай плей-оффта уже көреміз. Енді мен өз пікірімнен қайтпаймын, Португалия чемпион деп айтқам. Скорее всего болады енді. Футбол енді осысымен қызық қой негізінде. Роналду қазір мысалы Португалияның көшбасшысы ма? Әрине. Бұл Роналдуды тіпті мінсіз қылып тастау керек деп ойлаймын. Сол Португалияға қосқан үлесі үшін. Португалия деген мемлекетті әлемге танымал жасап жіберді ғой, енді кәдімгідей бөлек деңгейлі танымал болып жіберді. Әлемнің түкпір-түкпірінде Португалияның ұлттық құрамасының формасын киіп жүретін балдар, қыздар бәрі жанкүйер ететін адамдар саны. Сондықтан бұл жерде жаңағы Роналдудың әпкесі ғой деймін айтқан, сендер ешқайсың Роналдудың деңгейіне өспейсіңдер, сенке сөйлемеңдер деген. Сондай деңгейде болу керек деп ойлаймын өз пікірім. Кезінде Манчестер Юнайтедте ойнады. Одан кейін қайтадан барды. Енді екінші барған сәл ұнамады бізге. Кеткен ұнамады. Барғанда күшті бір әсер қалдырып еді, ностальгиялық. Енді 24 маусымда Лионель Месси 39 жасқа толады. Соған қарамастан ол әлі де Аргентина ойынының басты фигурасы болып отыр ғой негізінде. Осы орайда айтыңызшы, Мессидің ерекшелігі расымен осында ма? Өйткені енді бұл жерде андай мәселе ғой. Көбісі тек қана сол болған нәтижеге қарап бағалайды. Мысалы Месси хет-трик жасады, Месси керемет жаңағы бөлек деңгейде дейді. Әрине Месси керемет бөлек деңгейде ұлы футболшы, бәрі мойындаймыз, алтын доптарын бәрі де лайықты, әлем чемпионы. Енді бәріне уже дәлелдеп тастаған футболшы. Бірақ салыстырмалы түрде Аргентина ұлттық құрамасының ойыны бөлек, және ойыны сол Мессидің айналасында қалыптасқан. Және Месси сол ойынды жүргізетін футболшы, өзі плеймейкер. Лионель Скалони, Аргентина ұлттық құрамасының бас бапкері, тікелей сұхбатта айтып отыр, мен кез келген шешімді Леомен ақылдасып сол шешімге келем дейді да. Криштиану Роналду да ондай емес па? Привилегиясы мүмкін бар да шығар, айтам десе айтады. Бірақ Криштиану Роналду жалпы мансабында ондай футболшы емес етінді, ол анау бапкерлік жұмысқа аса кіріспейді, мүмкін наразылығын білдіретін кезеңдер болған шығар, бірақ ол анау тактикаға мені мынау футболшымен қой, маған бейт деген сияқты. Аргентина ұлттық құрамасының құрамын қарасаңыздар, байқасаңыздар болады, жартылай қорғаныста жүгіріп беретін ойыншылар. Өйткені Мессидің артынан тазалап жүру керек. Бір сол жүгіріп прессинг жасайтын, отбор жасайтын футболшылар. Сол МакАлистер болсын, Де Пауль болсын, Энцо Фернандес, олар бәрі отборда өте керемет ойнап беретін футболшы. Солар ішкі балансын сақтап отырады. Ал Португалия ұлттық құрамасында жартылай қорғаныста қарасақ, Витинья бар, Бруно бар, Бернардо бар, олар бәрі өздері жеке бір индивидуалды да өте керемет футболшыларды, олар да өз жұмысымды атқарам, бірақ Криштианоның артынан тазалап жүретін бір сондай ешкім жоқ. Байқұс Педро Нето жүгіріп берді енді прессингте, бірақ одан басқа ешкім бір атсалысып атқан жоқ. Криштиано ол профессионал, ол 40-қа келсе жүгіріп береді деген сұхбат береді, и давай Криштиано сен де жүгір деген сияқты. Және оның рөлі де басқа, ол өте тәуелді позицияда, орталық шабуылшы, ол допты күтіп тұратын. Мұқтаж, Сондықтан бұл жерде енді салыстырғанның өзі, дәл қазір салыстырғанның өзі қате. Мансабының кейбір бөліктерінде, Месси мен Криштиану бір позицияда ойнады, примерно бір рөл атқарып жүрді, сол кезде салыстыру болады. Мессиға да баяғыда көп сын айтылған. Ол Аргентина ұлттық құрамасымен сол тіпті әлем чемпионаты емес,
өз құрлығындағы жаңағы оңтүстік конкакафта соны жеңе алмай жүрген кезеңдері де болды. Оған қатысын айтып, сен Аргентинадан кете ғой, сен вообще испанецсің деп жүргендер, неше түрлі мемдер шығарып жүрген сондай Барселонада жақсы ойнайсың, Аргентинада ойнамайсың деп. Сосын 2022 жылы сол әлем чемпионатын көтерген кезде бүтті бәрі мойындап тастады. Қазір бөлек атмосфера Мессидің айналасында. Ал Криштиану да бөлек. Криштиануды жаңа евро ұтып алған кезде бітті, мынау аңыз уже Месси никогда жете алмайды уже Криштиануға деп жүрген кездерде болды. Сондықтан бұл өмір енді біресе былай, біресе былай. Бірақ енді қалай дегенмен екі аңыз ғой енді. Мысалға, бұндай деңгейдегі футболшылар енді қашан шығатынын кім білсін, өйткені мысалы біз Мбаппе дедік, одан қалды Неймар дедік, Ямаль дедік. Бітіп қалады деп ойлаймын. Бірақ әзірге ондай бір қақтығыс, ондай бір бәсекелестік көріп тұрған жоқпыз. Ондай деңгейдегі футболшыларды бәлкім көріп көрмейтін шығармыз. Криштиану мен Месси футболды кәдімгі бөлек деңгейге шығарып тастады ғой. Енді маусым сайын 40-50 гол соғу деген ол миға қонымды нәрсе емес еді. Өйткені алдағы жұлдыздар, басқа оның алдындағы поколение, мысалы Зубастик, Роналдо, Ла Лигада менің есімде 20 голмен үздік шабуылшы, үздік бомбардир. Шевченко, мысалы А сериясында да тура сондай нәтиже. 20 голдың өзі ол бір бөлек деңгей болып саналады. Қазір 20 гол, ол жаңағы қазіргі бразилияның шабуылшысы Игор Тиаго соғып жүрді. Оны ешкім прям супер жұлдыз деп айтпайды. Ол сол Роналду мен Мессиның эффекті. Оның солардың деңгейінде кейбір маусымдарда сол Луис Суарес, Левандовский, Килиан Мбаппе болсын, сондай ұлы футболшылар өзін көрсетіп қалды, бірақ олар бір маусым, екі маусым, үш маусым сондай деңгейде болған. Ал Месси мен Роналду сол бүкіл карьерасын солай өтіп шықты ғой. Қазір енді олар біреу 38-де, біреу 40-тан асып жатыр. Енді қоя салыңдар, салыстырмай өздерімен өздері ойнап жүрсінші деп отырмын. Иә, біз негізі мақтан тұту керекпіз да, осы дәуірде біз өстік, көрдік, осындай футбол көрдік дегенге. Болды, анау комментарийде не істеп спорласу, білмеймін, енді уақыттарыңыз болса, пожалуйста, әркім өз уақытын қалай бөлетін өзі біледі ғой, бірақ мен ондайға араласқым келмейді. Рахмет, көп Дидар, уақытыңыз бөліп келгеніңізге. Сіздерге де рахмет. Осы орайда қорытынды бірінші жасап жіберсек сізге, бірінші сұрағымыз бар еді. Әлем чемпионатының үздік ойыншысы? Дәл қазір ма? Месси. Әлем чемпионатының басты сенсациясы? Басты сенсациясы Кабо Верде шығар. Ең әлсіз өнер көрсетіп жатқан фаворит? Бельгия. Финалда қай құрамаларды көргіңіз келеді? Португалия және Аргентина. Әлем чемпионаты болады деп кімге бәс тігесіз? Әлем чемпионы болады деп кімге бәс тігесіз? Португалия. Қазақстан футболының бүгінгі басты мәселесі бір сөзбен? Коррупция. 5 жылдан кейін Қазақстан футболын қай деңгейге көргіңіз келеді? Жоғары деңгейде көргім келеді. Еврокубокта бір команда емес, бірнеше команда ойнаса екен деп отырмыз. Сол чемпиондар лигасында тұрақты Қазақстан чемпионы қатысып жүрсе деген ой. Жақсы, Дидар, бүгін келгенге тағы да рахмет. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Рахмет сіздерге. Сізге де мундиалдан ләззат алуға тілектеспіз. Рахмет.